Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі біздің тақырыбымыз дін философиясы жайында болмақ. Кіріспе десек те болады. Жалпы дін философиясындағы ең маңызды сұрақтардың бірі ол Құдай бар ма? Құдай бар болса, оның қандай дәлелі бар деген сияқты сұрақтар қойылады. Әрине, бұл сұрақтың жауабын бізге дейін қаншама ғалым ғұламалар беріп кеткен. Олардың неше түрлері бар, мысалға антологиялық дәлел, космологиялық дәлел, худус дәлел деген сияқты. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз осы космологиялық дәлелдің аясында жүреді. Бұл тақырыпқа кірместен бұрын кішкене тарихқа шолып өтсек, жалпы ислам өркениеті 700 жылдардан бастап ғылымға сондай бір жоғары деңгейде назар қоя бастады, көңіл бөле бастады. Ол Самарқандта бастау алып, содан Бағдатта Бәйтул Хикма деген атақты университет ашылды. Ол жерде қаншама грекшеден аударма жұмыстары жүріп жатты тоқтаусыз. Ол кезде мұсылмандар, жалпы мұсылман ғалымдары, буддизм болсын, немесе христиан діні, иудаизм болсын, қай жерде қандай ғылым бар, хикмет бар, сол жерден барлығын өзіне керегін алып, сүзгіден өткізіп, өмірлерінде пайдалана берді. Ал тура сол уақытта, сол заманда Европада, батыста сондай бір тоқырау кезеңі жүріп жатты. Себебі олардың барлығы жалпы шіркеу, билік шіркеуде тұғын, содан билік айтады, шіркеу айтады. Ешқандай да пұтпарастардың еңбегін пайдалануға болмайды, оқуға болмайды, ақылды қозғауға болмайды, ойлануға болмайды деген сияқты. Шіркеуге қарсы шықпайсың, шіркеудің айтқаны заң, шіркеудің айтқаны Құдайдың айтқаны деп, сондай бір ақылға былайша айтқан кезде шектеулер қойылды. Бірақ 1000 жылдарда осы ислам өркениетінде неше түрлі ғұламалар шыға бастады. Жаңағы Ибн Сина, Әл-Фараби, Ибн Рушд секілді. Содан астрономия, медицина, тағы да логика, метафизика сияқты ғылым түрлері қарқынды дами берді. Әрине, бұны көрген Европа халқы, батыс халқы ойлана бастады. Неге біз бір орында тұрып қалдық, тоқырап қалдық, дағыны ислам өркениеті алдыға қарай сұмдық жылдамдықпен озып бара жатыр деп. Содан олар өздерінің ең ақылды деген шәкірттерін барлығын экзамен тапсыртып, сол ислам университеттеріне жіберіп отырды. Бірақ бұл кәдімгідей христиан өркениетіне, жалпы батысқа үлкен өзгерістер алып келді. Өйткені ол ислам университеттеріне барып оқыған христиан студенттер былайша айтқан кезде жаңа көзқарастармен танысты. Жалпы ислам христиан догмаларында ақылды қозғауға болмайды, жаңағы адамда Құдай бола алады деген сияқты өздерінің бір догмалары бар еді. Ал бұлар керісінше ислам өркениетінде оның керісіншесін үйреніп келді. Яғни ақылды қозғау керек, жаңа Құранда афәлә ятафаккару, афәлә ятадаббару деген сияқты, жаңағы олар ойларын қозғамай ма? Керісінше осы ислам өркениетінде ақылға үлкен сондай бір орын берілді. Ақылға, сезімге, бұлар бір адамды шектейтін нәрсе емес, керісінше Құдайдың бір нығметі болып есептелінді. Содан бұлар Европасына қайтқаннан кейін шіркеумен текетірес басталады. Шіркеу айтады, бұл сендер қойыңдар әңгімелеріңді, ақылдарыңды қозғамаңдар, шіркеуді сынамаңдар, оған рұқсат жоқ деп айтады. Содан бұл текетірестің барысында әрине осы ислам ғұламаларынан сусындаған Фома Аквинский деген әйгілі христиандардың дәл қазіргі сәтте де әзизі болып есептелетін, яғни өте сондай құрметке ие христиан өкілі десек те болады. Ол да осы жайтқа байланысты екі кітап жазуға мәжбүр болады. Оның біреуі Аристотельдің көзқарасы бойынша, Аристотельдің философиясы бойынша жаңағы христиан дініндегі догмаларды талдайды. Талдау туралы кітап шығарады. Енді ол кітап шыққаннан кейін шіркеуден біраз қысым алады Аквинский. Ол қысымды көріп, тағы бір екінші кітап жазуға мәжбүр болады. Екі кітап жазуға мәжбүр болады дедік қой. Біріншісі сол Аристотельдің философиясы бойынша христиан дініндегі догмаларды талдау.
оны сумма теологии деп орысшаға аударды ғой деймін. Сосын екінші кітабы сумма против язычников деген кітап шығарады. Оны да ислам философтарының кітаптарынан ақпарат алуға мәжбүр болады. Содан бұл текетірес 500 жылдай жалғасады. 500 жыл өткеннен кейін жалпы кәдімгі батыл ғалымдар шыға бастайды Европада. Жаңағы Галилео, Коперник, Декартқа дейін біраз жаңағы шіркеуге қарсы батыл өздерінің позициясын білдіретін ғалымдар шығып бастайды. Содан ол жерде атмосфера да өзгеріп бастайды уже батыста ақылға қатты көңіл бөлгеннен кейін. Сол кезде қоғамда екі таңдау қалады. Енді бұл менің өзім жеке пікірім. Енді ислам өркениеті дамып бара жатыр. Бұлар болатын болса тоқтап қалды, және сондай бір өзара келіспеушіліктер пайда болды Европада, батыста. Сол кезде бұларда екі таңдау болды. Біріншісі, я ислам дінін қабылдайды. Әрине бұл маловероятно, мүмкін болуы ықтималдығы аз еді. Сосын екіншісі діннен бас тарту. Бұл жерде енді үшінші тарапта болды. Үшінші тараптың бастауын жаңа Мартин Лютер деген протестанттар бастайды. Жалпы протестанттардың шығу себебі де осыдан бастау болады. Яғни осы текетірестен бастау болады. Неге деген кезде діннің ішінде реформа жүргізгісі келетіндер протестант болады. Яғни діннен де кеткісі келмейді, христиан дінінен, бірақ христиан дінінің ішіндегі догмаларды да ұстанғысы келмейді. Жаңағы қате деп санаған. Сөйтеді бұлар реформа жасағысы келеді. Сол кезде Мартин Лютер деген тұрады да, Інжілдің ішінде өздерінің жаңағы Інжілдегі Құдайдың айтқан сөздерін ғана қалдырамыздағыны, ал төбесінде жанында тұратын тәпсірлерді алып тастаймыз. Яғни Інжіл жазылған кезде ол жерде жаңағы Інжілдегі Құдайдың сөзі тұрады. Және Құдайдың сөзінің үстінде, жанында және астында сол Құдайдың сөзіне байланысты тәпсірлер жазылып тұратын. Яғни осы Құдайдың сөзі туралы түсінген кезде, енді сол Інжілдегі аят деп алатын болсақ, түсінген кезде осы тәпсірден асып кете алмайсың. Осының ішінде ғана түсінесің. Бұдан асып кететін болсаң, уже болды, күнәһар болып кетесің деген сияқты өздерінің догмалары болады. Сөйтеді да Мартин Лютер тұрады. Жоқ, біз енді бетейік. Осы Інжілдің ішіндегі ақпараттың барлығын, жаңағы Құдайдың сөзін ғана қалдырамыз да, тәпсірлердің бәрін алып тастаймыз. Сондай Інжіл шығарамыз деп реформа бастайды. Себебі біз осы уақытқа дейін Құдайдың не айтқысы келгенін осы үш тәпсір арқылы ғана біліп келдік. Ал енді біз өзіміз, бізге Құдай тікелей не айтқысы келіп жатыр, соны білу керекпіз. Соны білуге акцент қояйық деп сондай реформа жасайды. Енді ол кезде жаңағы шіркеуге қарсы шығатындар, жаңағы ғылым иелері, ғылымға бет бұрғандар тұраттағына айтады. Жақсы, шешімді өздеріңе қалдырамыз дейді. Егер де сендер зерттеп, логикасын зерттеп, анализ жасап, қайсысын таңдайтындарыңды өздерің шешесіңдер дейді. Яғни шіркеу христиан болып қалатын болсаңдар, христиан боласыңдар, немесе ғылым жаққа қарай ақылға акцент қоятын болсаңдар, ақылға қарай кетесіңдер деп сондай бір таңдау қалдырады. Әрине, осыдан бастап шіркеудің өзінің жіберген қателіктері, шіркеудің жаңағы былықтардың барлығы ортаға шыға бастайды. Содан бастап сосын шіркеудің артындағы өзінің поддержкасы азайып кетеді. Содан ары қарай француз революциясы басталады. Француз революциясынан кейін модернизм заманы келеді. Модернизм жалпы өзі екі бір неде тұрады, іргетаста тұрады. Оның біреуі рационализм, екіншісі империализм. Рационализм дегеніміз жалпы ақылға сүйену. Оны Декарт, сосын барып Спиноза секілді рационалисттер былай дейді. Мынау тәжірибеге сүйене алмаймыз. Неге деген кезде олар алдамшы болуы мүмкін. Ал ақыл ол алдамайды. Яғни дәл қазір мен ойланып тұрмын, сондықтан мен бармын деген Декарт өзінің әйгілі философиясын алып келеді. Cogito ergo sum деп айтылады. Немесе ergo sum. Рационализм бұл, рационализм. Екіншісі империализм. Империализм ол тек қана осы бес сезім мүшемен сезілетін, бес сезім мүше арқылы біз түсіне алатын нәрселердің барлығына ғана біз акцент қоямыз да, қалғанына біз келіспейміз дейді. Ол жаңағы Дэвид
Хьюм, Джон Лок секілді империалист ғалымдар осыны алға шығарады. Бұлар империалистер ақылды сондай бір көзге көрінбейтін, қолға ұсталынбайтын бір абстрактты нәрсе. Ол да бізді алдауы мүмкін. Біз нақтылыққа қарай акцент қоямыз дейді. Содан Европа халқы екіге бөлінеді. Рационалистер, империалистер болып. Сол кездегі империалистердің біреуі Дэвид Хьюм. Ол да айтады, біз тек қана 5 сезім мүшемізге сүйенеміз, қалғанның барлығын біз ақпарат шындық деп мойындамаймыз деп айтады. Жалпы империализмнің өзінің көзқарасы осындай. Енді біз жалпы осыдан кейін рационалды, ақылды тәжірибемен күшімен біз Құдайдың бар екенін дәлелдей аламыз ба деген сұрақ шығады ғой. Бұған жаңағы мен басында айтқан космологиялық дәлелді келтіреміз. Жалпы қазір мен мына жерге бір сурет шығарып қоямын. Қарасаңыздар, әлем ол бір хадис деп айтылады. Хадис деген сіздер немен шатастырмаңыздар. Пайғамбарымыз алейхиссаламнан келетін хадистермен мынау хадис шатастырмаңыздар. Бұл хадис арабша термин, жалпы бұрын жоқ еді, кейіннен бар болған. Оған не келеді деген кезде, хадис дегенге не келеді деген кезде, мысалға мынау стакан, бұл белгілі бір уақытта жоқ еді, кейін пайда болды. Мынау қалам, ручканы айтсақ болады. Мен де белгілі бір уақытта жоқ едім, кейін пайда болдым. Жалпы осы әлемнің ішіндегі кез келген нәрсе хадис деп айтылады. Бұрын жоқ еді, кейіннен пайда болды. Белгілі бір себептермен. Және осы хадистерден бұрын жоқ, кейін бар болған нәрселердің барлығын жиналған жерін әлем деп атайды. Жалпы бір хадистің бар болуы үшін мұхдис керек. Мұхдис ол сол хадистің бар болуына себепші. Яғни ол өзінің бір әсері арқылы бір нәрсені пайда қылады. Яғни себеп салдар. Мысалға, мынау бар болу үшін бұны фабрикада жасады, бұны пластмастан жасайды, пластмасты о баста неден алады, жаңағы мұнайдан жасайды, мұнай о баста ағаш болған деген сияқты солай кете береді. Арт-артынан қуалап. Мысалға, мына үстелді алайық қарапайым. Осы үстел бұрын ағаш еді. Оны біреу шапты, құрап, жаңа фабрикаға барып, өңделіп, кесіліп, туралап, жаңағындай шегелеп, осы жерге келіп отыр. Яғни, мынаның мұхдисі бар. Әр нәрсенің мұхдисі бар. Менің де бар болу үшін менің ата-анам керек, ол ата-анамның бар болу үшін олардың ата-анасы керек деген сияқты. Әр хадис өзін бар қылатын бір себепке тәуелді болып тұрады. Яғни, бүкіл әлемдегі заттың барлығы, нәрселердің барлығы бір себепке тәуелді болатын болса, әлемнің өзі де бір хадис. Яғни, хадистан құралып тұрғаннан кейін өзі де бір хадис. Яғни, әлемнің де бір себепке мұқтаж болып тұрады. Енді жалпы әлемнің бар болуына бір себеп керек болатын болса, онда оны не деп атайды? Жалпы логикалық тұрғыда бұны 3 категорияға бөледі. Барлықтарды, бар нәрселерді 3 категорияға бөледі. Оның біріншісі уәджибул уджуд деп аталады. Яғни міндетті болмыс. Бар болуға міндетті, яғни оның жоқ болуы мүмкін емес. Ол әрдайым бар. Екінші категория ол мүмкін уджуд. Яғни оның болуы да, болмауы да мүмкін. 50-50. Үшінші категориясы ол мумтахи уджуд деп аталады. Яғни болуы мүмкін емес. Яғни 0%. Оның болуы ақылға да кіріп сыймайды. Шаршының шеңбер болуы деген сияқты. Немесе әкеңнің әкесі болуы, балаңның баласы болуы деген сияқты. Ол да мүмкін емес нәрсеге жатады. Осы барлықтар 3 категорияға кіреді. Соның ішіндегі әлем мүмкін уджудқа жатады. Яғни бүкіл нәрсенің бар болуы үшін бар болуы да, бар болмауы да мүмкін. Яғни дәл қазір адамдарда бүкіл затта бір нәрсеге тәуелді. Ағаш өсу үшін суға тәуелді. Су болмайтын болса ол жоқ болады. Су болатын болса ары қарай өсіп үлкен талға айналады. Енді уәджибул уджуд дегеніміз ол міндетті болмыс. Яғни ол ешқандай неге мұхдисқа тәуелді емес. Мұхдис дегеніміз жаңа айттық қой, хадистің бар болуына
себепкер. Әлемде бір хадис, енді бұл әлем хадис болғаннан кейін, бұның мұхтисі бар. Ал ол мұхтисті біз Құдай деп атаймыз. Ғылымда уаджибул уджуд, міндетті болмыс, необходимое сущее. Енді мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Егер де Құдай уаджибул уджуд, мұхтис, осы әлемнің бар болуын қалаған болса, себепкер болатын болса, онда ол мұхтистің да мұхтисі бар шығар деген әңгіме шығады. Сол үшін де оған уаджибул уджуд деген ат қойылады. Яғни, егер де біз жаңағы логикамен кете беретін болсақ, Құдайдың да жаратушысы бар шығар, Құдайдың да бар болуына бір себеп бар шығар дейтін болсақ, онда ол Құдай болады. Ал оның да жаратушысы бар болатын болса, ол да Құдай болады. Оның да Құдайы бар, оның да Құдайы бар деп солай шексіз кете береді. Жалпы бүкіл нәрсе бар болу үшін оның түбінде міндетті болмыс болу керек. Яғни міндетті болмыс ол мызғымайды, қалқымайды, ешқандай себепке тәуелді емес. Сондықтан да ол уаджибул уджуд деп аталады, міндетті болмыс. Енді осы космологиялық дәлелге біраз аргументтер келтіріледі эмпирик ғалымдардан. Оның бірісі Дэвид Хьюм. Дэвид Хьюм айтады, жалпы сендер осы космологиялық дәлелді келтірген кезде себеп салдарды қолданып жатсыңдар ғой дейді. Яғни осы әлемнің ішіндегі мысалға қалам бар болу үшін бұны жасайтын бір адам болу керек. Адам бар болу үшін әке-шешесі керек. Оның әке-шешесі бар болу үшін оның әке-шешесі керек деп. Сөйтіп әлемнің тысына қарай шығып, енді әлемнің бар екенін сендер Құдай деп ұсынып тұрсыңдар ғой дейді. Мен бұнымен келіспеймін дейді. Сендер себеп салдарды әлемнің ішінде ғана қолдана аласыңдар. Яғни себеп салдарды себеп болатын болса, оның салдарын қабылдап алушы да болу керек деп айтады. Мысалға, мынаны қазір мен бүйтіп деп тоқылдатқан кезде, бұны тоқылдатушы себеп бар, және ол дыбысты шыққан кезде, ол дыбысты естіп қабылдап алатын қабылдаушы бар. Міне, осы 5 сезім мүшемен біз қабылдаған кезде ғана біз оны ақпарат шындық деп қабылдаймыз. Ал егер де қабылдап алатын болмаса, онда ол шындыққа жаңаспайды. Сондықтан сендердің бұл аргументтерін біз мойындай алмаймыз деп айтады. Мойындай алмайтын себебі, Құдайдың бар екенін сен 5 сезім мүшемен сезіне алмайсың дейді. Яғни Құдайдың бар екенін қабылдай алмайсың. Сондықтан себеп салдарды сен әлемнің ішінде ғана қолданасың деп аргумент келтіреді. Әрине бұл өте әлсіз аргумент. Себебі адам бұл дүниеде ақпараттарды қабылдаған кезде тек қана 5 сезім мүшесімен ғана қабылдамайды. Егер де біз сол Дэвид Хьюмның аргументіне сүйенетін болсақ, Австралияға бармаған адам үшін Австралия жоқ болып есептелінеді. Немесе Рим империясы болды ма дейтін болсақ, 5 сезім мүшемен біз өзіміздің тәжірибемізден Рим империясын өткізген жоқпыз ғой. Значит, жоқ болып есептеледі. Сондықтан ол тек қана 5 сезім мүшеге сүйену, ол миллиондық білімді бірге апарып теңеумен бірдей болады. Яғни әлемге осындай бір кішкентай тесіктен қарап отқанмен бірдей. Сондықтан бұған қоса тағы да жаңа алдын айтқанымыздай, модернизм дәуірінде екі іргетасы болды. Біреу рационалисттер, екіншісі эмпириктер. Рационализм мен эмпиризм. Жаңа Дэвид Хьюмды айтып жатқанымыз, ол эмпиризмге жатады, яғни эмпирик ғалым. Енді рационалисттер тұраттағаны біз эмпирикаға сүйенеміз, біз ақылға сүйенеміз деп айтады. Сол кезде ортаға Иммануэль Кант деген философ шығады, ол тұраттағын айтады. Рационалисттер, сендер де шатасып жатсыңдар, империалисттер, сендер де шатасып жатсыңдар. Сендер бір неден ұстап алғансыңдар да бір-біріңе қарсы шығып жатсыңдар. Керісінше екеуін біріктіру керек дейді да, рационализм мен эмпиризмді екеуін біріктіріп ұстаймын мен деп айтады Иммануэль Кант. Содан оның теориясы мынандай болады. Жалпы ақылда, адамның ақылында бір категория болу керек, және сол категорияға сай адам 5 сезім мүшесімен соны дәлелдей алу керек. Яғни екеуі бірігу керек. Мысалға, менің ақылымда қатты деген ұғым бар. Мен үстелді ұстаған кезде оның қатты екенін сезінемін. Және осы үстелге мен үстел қатты деген бір ат қоямын. Немесе сондай бір ақпарат аламын. Үстел қатты. Бұл болды. Ақылда да тұр қатты деген ұғым. Және үстелді мен ұстаған кезде эмпирикалық 5 сезім мүшеммен осы көріп тұрмын, ұстап тұрмын деген сияқты. Осыны қабылдап тұрмын. Ал сендердің мынау космологиялық
дәлелдеріңде шындыққа жанаспайды дейді. Неге деген кезде, әрине Құдай деген ұғым адам туылғаннан бастап оның санасында бар, бірақтан оны сен жаңағы эмпирикалық дәлелдеуге келген кезде дәлелдей алмайсың дейді. Сондықтан сендер әлемнен ары қарай кетіп жатсыңдар, керісінше әлемнен ішке қарай кету керек дейді да. Сендердің мынау эмпирикалық әдісте Құдайды дәлелдей алмайтындарың осыған кедергі деп айтады. Сонда Құдайдың бар болу туралы ұғым адамның санасында туылғаннан бастап бар, бірақтан оны эмпирикалық әдіспен дәлелдеу мүмкін емес. Яғни әлем жаралғанын қабылдап алушы бар ма? Мысалға, әлемді қанша мәрте көрдік жаралғанын. Оны біз көре алған жоқпыз. Соны Иммануэль Кант аргумент ретінде айтады. Әрине, бұл жаңағы алғашында айтқан Дэвид Хьюмның аргументінің бір философиялық дамыған бір түрі деп айтса болады. Екеуі жалпы бір нәрсені айтып тұр. Эмпирикалық әдіспен сен жаңа 5 сезім мүшемен Құдайды ұстай алмайсың, көре алмайсың, сезіне алмайсың. Сондықтан ол тек қана ұғымда бар. Біз оны ақпарат шындық деп қабылдай алмаймыз деп айтады. Енді біз осы Иммануэль Кантқа және Дэвид Хьюмға жауап береміз. Жалпы бұны бізге дейін жауап беріп қойған, біз де тағы да жауап беріп көрейік. Мынау S деген әріпті қараңыздар. Осы жерде, егер де біз тек қана 5 сезім мүшенің тәжірибесіне салатын болсақ, біз тек қана шимайлаған бір сызық көріп тұрмыз. Ал енді 5 сезім мүшесінің тәжірибесінен тысқа қарай шығатын болсақ, бұл S деген әріп, яғни латын әрпі. Бұл латын әрпін жазған адам міндетті түрде латын әрпін тану керек, яғни оқыған. Бұны жазған кезде белгілі бір мақсатта жазған болуы мүмкін. Мынау әдемі сызғанына қараған кезде, онда бұның бір жазба сызба өнері, каллиграфиясы да дамыған болуы мүмкін. Осылайша біз осы S-ті жазған адам туралы қаншама ақпарат ала аламыз. Енді бұл жерде біздің 5 сезім мүшемізбен алған тәжірибемізде мына нәрселер жоқ қой. Бұны жазған адамның қай жерде білім алғанын, білім алып жатқан көрген жоқпыз оның. Қалай жазғанын көрген жоқпыз, қалай латын әріптерін үйренгенін, каллиграфияны қалай үйренгенін біз өзіміз көрген жоқпыз. Бірақтан біз оны осы S әрпіне қарап, оның ар жағында тұрған нәрсені біліп отырмыз. Негізінде адамның да жануардан артықшылығы осы. Егер де біз тек қана 5 сезім мүшеге ғана сүйеніп, соны шындық ақпарат деп қабылдайтын болсақ, онда біз не тарихты да үйрене алмаймыз, оқи алмаймыз, не өнер саласында да тоқыраймыз, не басқа да эстетикалық салалардың ішінде, география болсын, басқа да ғылымның ішінде біз дами алмаймыз. Себебі біз белгілі бір ақпаратты алатын кезде бір ғылым иесінен барып сұраймыз ғой. Енді ол өзінің тәжірибесінен өткізген нәрсені бізге айтқан кезде біз міндетті түрде оны тәжірибемізден өткізудің қажеті жоқ. Себебі бізде ақыл бар және ол бір кез келген ситуацияның ар жағында не тұрғанын көре алатын бізде сондай қабілет бар адамда. Егер де біз ол қабілеттің бәрін өшіріп тастап, тек қана сол 5 сезім мүшеге ғана сүйенетін болсақ, онда біздің жануардан артықшылығымыз болмай қалады. Себебі жануарлар да 5 сезім мүшесіне тәуелді. Яғни тек қана сол 5 сезім мүшеден ғана тәжірибе алады, басқа тәжірибе ала алмайды. Не үшін неге олар сол 5 сезім мүшемен ғылым дамып кетпейді, не үшін білімді болып кетпейді жануарлар? Сондықтан адамның да жануардан айырмашылығы осы тұста көрінеді. Ал Канттардың айтып жатқаны, сендердің құдайларыңды біз 5 сезім мүшемен тәжірибеден өткізу керекпіз. Өткізбейтін болсақ, онда ол тек қана ойда тұрған бір ұғым ғана деп қабылдаймыз. Ол шындық бір ақпарат деп қабылдай алмаймыз дейді. Ал егер де бізде Құдай 5 сезім мүшемен сезілетін, қолға ұсталынатын, көзге көрінетін болатын болса, ол пұтпарастық емес пе? Оны Ибраим пайғамбардың қиссасында да білеміз. Жаңағы өзінің қауымында барлық пұттарға табынып жүрген кезде тұраттағыны бүкіл пұттардың бәрін қиратып тастайды. Сосын жаңағы патшаға хабар келеді, мына пұттардың бәрін, құдайлардың бәрін қиратып тастапты біреу деп. Кім десе, ол Ибраим болу керек. Соны барып көріп қайтыңдар, шақырып келіңдер тез-тез деп патша бұйырады. Содан Ибраим пайғамбар келеді. Сол кезде тұрады да, мыналарды сен ба қиратқан дейді. Жоқ, мен емес дейді. Өтірік айтпа, маған сен ғой мынау балта да сенің қиратқан балта да сенің балтаң. Не үшін өтірік айтып тұрсың дейді.
Жоқ сенбейсіңдер ме, онда пұттардан сұрай салсаңдаршы, өздері айтсын да кім қиратқанын дейді. Сен жылысың, бұл пұттар сөйлей алмайды ғой, пұттың сөйлеген қақтан көрін деп Ибраимға айтады. Сол кезде Ибраим айтады: мен сендерге айта алмай жүргенім де осы емес па деп. Егер де біз Құдайды 5 сезім мүшемізбен сезінетін болсақ, ол міндетті түрде пұт болып есептенеді. Құдай болып есептелінбейді. Себебі біз жаңа алдында айтқандай, Құдай болу үшін ол уәжіп үжут болу керек, міндетті болмас, және ештеңеге тәуелді болмау керек, мызғымайтын, қалғымайтын, сондай бір абсолютті болу керек. Ал егер де ол сол сипатынан кететін болса, значит ол Құдай емес, ол уже пұтпарастық, яғни пұт болады. Оның да бір мұхтисі бар болып есептелінеді. Солай кете береді дедік, шексіздікке қарай. Сондықтан бұл әлемнің бар болу үшін уәжбул уджуб болу керек, міндетті болмыс. Енді жаңағы А деген, жаңағы С деген әріпке қарап, біз С-ті жазған адам туралы қаншама ой пікір білдірдік қой. Тура сол сияқтана әлемге де қарап, біз осы әлемнің жаратушысы, мұхтисі хақында қаншама дәлелдер келтіріп отырмын. Осы антологиялық дәлел, космологиялық дәлел, худус дәлелі деген сияқты. Сондықтан бізде бұл Құранда да айтылады, аспанға қараңдар, жерге қараңдар, осылардың бәріне қарап ойланбайсыңдар ма деген сияқты. Содан мысалға Жүсіп пайғамбардың қиссасында да қаншама ғибрат нәрсе бар. Бізге тікелей айтылмайды ол нәрсе, бірақ біз сол қиссаларға қарап, соның ар жағында тұрған мәнін де ұстай аламыз. Мысалға ол қиссаның ішінде социология бар, психология бар, философия бар. Соның барлығы сол қиссаның ішінде тұр. Мысалға жаңағы әке мен бала арасындағы қарым-қатынас, егер бір балаңа қатты махаббат бөліп жүретін болсаң, басқалардың арасында қызғаныш тудырып жіберуі мүмкін. Ол қызғаныш қайда апарады? Бауырлар арасындағы қарым-қатынас, соның барлығын біз қиссаның арғы жағынан көріп тұрмыз негізінен. Сол қиссаны оқып, сол қиссаны білу арқылы. Сондықтан адамның да осы қасиеті бар, тұрған нәрсенің, бір нәрсенің артындағы мәнін ұстай алатын қасиеті бар. Ол адамды адам қылып тұрған нәрсе. Сондықтан осы Кант пен Дэвид Хюмға жалпы рахмет айтамыз. Тәжірибелік әдістің арқасында біз біраз нәрсе үйрендік. Мысалға жаңбырдың қалай жауатынын, мысалы жаңағы бу көтеріледі дағыны, аспаннан жаңбыр болып жауады деп. Әрине, оның бәрін біз ғылымның арқасында, тәжірибенің арқасында үйретіп жатырмыз, бірақтан тағы да бір сұрақ тұрады. Жарайды, осының барлығы болып жатыр екен. Жаңбыр жауып жатыр, ол бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр. Жаңа тартылыс күші бар, жаңа теория большого взрыва, Big Bang, ол бар. Сөйтіп теориялар кетеді, тәжірибелік дәлелдер де кетіп жатыр. Енді осының барлығы не үшін бар, не үшін жоқ емес деген сұрақ тұрады. Сол сұраққа бүгін біз осылай космологиялық дәлел арқылы жауап бердік. Бүгінге сабағымыз, тақырыбымыз осымен тәмам. Көргендеріңізге рахмет. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау, саламатта болыңыз.